Баршаңызға сәлем. Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Биыл біз үйіміздің ауласына осындай топырақ төсеп, бірінші рет егін екпекшіміз. Біздің жалпы үйіміздің алды тақырлау болып келген, сондықтан да осындай сары жұмсақ топырақты алдырттық. Мінекей тегістеп аламыз топырақтарымызды белмен. Одан кейін үлкендеу тас топырақтарын тырмамен тырмалаймыз. Тырмалап болғаннан кейін барлық жерді суарып шығатын боламыз. Мен гүлдерді егуді бастаймын. Бір-бірден салған жоқпын. 3-4-дан 5-6-дан салдым. Әрқайсысын әр жерге бөлек-бөлек етіп егіп жатырмын. Мынау қара дәнек, бұл түнгі ару деп аталады. Мен мұны кәдімгі базардан алдым. Бірінші рет егіп жатырмын. Қандай болып өсетінін көреміз. Осылай әр жерге тесіп ектім. Мынау былтыр алған астра гүлім биыл пайдаға асып жатыр. Осы гүлді де әр жерге араластырып егіп шықтым. Тағы да бір былтыр алған гүлім бар, бірақ оның атын білмей тұрмын. Мінекей шығып жатқанда сіздерге міндетті түрде көрсететін боламын. Жағалай осылай араластырып гүлдерді ектім. Мынау шемішке тәрізді тұқым, бұл сары гүл ашатын болады. Осылай барлығының бетін жауып, үстіне суларын себем қайтадан. Ал мынау үйде егіп атқан қиярларым, бұларды далаға егетін боламын. Дала өте жел болып тұр екен. Бірінші қазған жерімізге үйде жинап жүрген жуалардың қабығын төсеп шығам. Бұл әртүрлі зиянкестерге қарсы, сондықтан да бірінші соларды қойып, артынан қиярларымды егетін боламыз. Осылай егіп жатырмыз. Горшогіне алып топырағымен егеміз. Мен күн жел болып тұрғасын үстіне пластмасты жәшікті орналастырдым. Одан кейін оның үстіне тағы да целлофан жауып қойдым, себебі жел қатты болып тұр. Мінекей осылай егілді. Құрметті достар, каналым ұнаса тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді білдіріп қойыңыздар. Сау болыңыздар.